Менің ойымша, егер сол сезімге баратын кезде осындай маңызды нәрселерді ойланатын болса, адам оған дүниеге бара қоймас еді. Ал адам залум, яғни надан болмаса жахул болғандықтан, яғни уақытша көз алдындағысын ойлағандықтан, осындай қателіктерге жиі ұрынады. Түбінде не болады? Түбінде ол қасірет болады. Сол ертең жас кезіндегі энергиясын теріс жолда жұмсаған үшін ертең көзі қалтырап, қолы дірілдеп, ұмытшақ болып қасіретке ұшырайтын болса, психологиялық ауруларға да кету қаупі бар. Екінші жағында, біреудің ара абыройы болғаннан кейін, оның да ертең өмірі өксікпен өтуі мүмкін. Үшінші жағынан, жетім пайда болатын болса, өмір бақи әке-шешесін қарғап өтуі де мүмкін. Сондықтан да ойнап жүріп, ойнастық жасап, зина жасап, қоғамда осындай жеңіл дүниелерге ұшыратып, ертең жетім жесірдің қатарын молайтып, детдомдағы балалар үйіндегі балалардың санын молайтудың қажеті шамалы. Не болмаса уақытынан бұрын алғызып тастап, ертең бала көтере алмайтындай жағдайға да түсіріп, өкінішке қалып жатыр. Яғни кез келген күнәнің арты өкініш. Бекерден бекер дінде күнә деп айта алмайды. Оның харамдық жағы бір бөлек, азғындық жағы бір бөлек. Бірақ ертең өмірде сізге қаншама өкініш алып келетін уақытша ләззаттан бас тартуыңыз керек. Сонда ертең өмірдің бір кезеңінде белесінде тез бұрылып қарап, өткен өміріңізге шүкір ететін боласыз. Аллаға шүкір, мен ешкімнің ала-жібін аттаған жоқпын, арын лайлаған жоқпын деген сізде қуаныш сезім болатынына мен сенімдімін. Сондықтан да осы маңызды нәрселерді, салмақ нәрселерді ойлап, сондай жағдайлардан бас тартуға тырысуыңыз керек. Бұл уақытша бір сезім, өтіп кеткеннен кейін қуанасыз. Ал ұрынсаңыз өкінесіз. Сондықтан да ондай әлсіздікке бара бермеңіз.